Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бұл видеода сіздің YouTube каналдағы видеоңыздан шығатын жарнамаларды сұрыптауды көрсетемін. Яғни сіздің қалауыңызбен YouTube жарнамаларды шектей алады. Бұл не үшін керек десеңіздер, қазіргі кезеңде қоғамға зиян алып келетін жарнамалар көбейіп кетті. Мысал үшін айтатын болсам, ішімдік, азарттық, құмар ойындар, ұятсыз жарнамалар және тағы да басқа жарнамалар. Бұл жарнамалардан түскен ақшаның 45% үлесі YouTube-тікі, ал 55% YouTube арқылы жарнамаларын ақша тауып отырған ютуберлердің үлесі. Мұсылман болғаннан соң астың адалдығына, ақшаның қандай жарнамадан түсіп отырғанына мән беруіміз керек. Себебі ол ақшамен біз отбасымызды асырап отырмыз. Сонымен қатар қоғамға зиян тигізетін болғаннан соң да ол жарнамаларды өшіруге кеңес беремін. YouTube-тан табыс табу деген тікелей осы YouTube-тан шығып отырған жарнамалардан түсетін табысты айтады. Және бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін, ол рекламалардың бәрін өшіре беретін болсақ, табысымыз азайып қалмайды ма деп. Жоқ, азаймайды. Жарнама көп өшірсеңіз де табысыңыз түспейді. YouTube сіздің каналға басқа да жарнамаларды сала береді. Өзгеріс көрмейсіз табыста. Яғни сіздің видеоңызды қарап жатқан адамдардың назарынан пайда көру үшін сіздің видеоңызды YouTube жайына қойып қоймайды. Орнына сіз таңдаған категориядағы жарнамаларды толтырып сала береді. Ал енді жарнамаларды қалай өшіру керектігін сіздерге компьютерде көрсетіп жіберейін. Егер де сізде компьютер жоқ болатын болса, телефонда Safari немесе Android телефон болатын болса, Google Chrome браузеріне кіресіз. Одан кейін браузердің ішінде открыть компьютерный версия, яғни компьютерлік версияда ашу дегенді басасыз. Осы дәл компьютердегі версиясы шығатын болады. Компьютерлік нұсқада YouTube-тың творческий студиясына кірген кезде осылай шығады, білетін шығарсыздар. Монетизация настройки каналы тұрады. Бұл жердегі настройки канал емес, астында тағы настройки деген тұрады. Осы настройкаға кіреміз. Бұрын бұл жер Google AdSense еді, сосын осы YouTube-тың творческий студиясына ауыстырған болатын. Ол өте ыңғайлы. Категория объявление болып тұрады. 4-ші болып тұрады. Загрузка видео, одан кейін категория объявление. Осыған басамыз. Одан кейін қазір мына бірінші парақшасынан бастап сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл жерде егер де сіз басқа біреудің бір YouTube каналын көріп жатқан кезде қолайсыздау бір реклама көретін болсаңыз, және сол реклама сіздің каналыңызда шыққанын қаламайтын болсаңыз, сол жарнаманың астында сілтемесі тұратын еді. Сол сілтемені копировать етесіз де осы жерге вставить етесіз. Яғни осы сайттағы рекламалар менің парақшамдағы, яғни YouTube каналымдағы видеоларда шықпасын деп сіз YouTube-қа былайша айтқан кезде задание бересіз. Ссылка қоясыз мына жерге. Одан кейін заблокировать дегенді басып жібересіз ғой. Әзірге мен осы екі сайтты заблокировать етіп тастадым. Сосын екінші парақша бұл деликатный категория. Бұл жерде көп емес категориялар. Неге астынан бастап қараймыз. Черная магия, астрология. Мен айтпасам да білетін шығарсыздар, қандай рекламалар екен. Соны міне заблокировать етесіз. Упоминание мынандай заблокировать. Сосын снижение веса, енді бұлар денсаулыққа қатысты скачиваем утилиты, симулятор азартных игр деген сияқты жарнамаларды өшіресіздер. Религия негізі заблокировать еткен дұрысырақ, себебі мына жақта түрлі діни рекламаларда шығып кетуі мүмкін. Христиан діні туралы ма сондай бір рекламаларды көріп қалдым. Оның барлығы енді осы религияға кіріп кетеді. Соның барлығын заблокировать етіп тастадым. Басқа да жарнамалар шыға береді. Ол жарнамалардан да сіз табыс тауып отыра бересіз. Мінекей политика тұра берсін. Лекарства, пищевые добавки, денсаулық бойынша, космические процедуры и пластическая хирургия деген хирургия туралы, яғни адамның бет-әлпетін өзгертетін деген сияқты заблокировать етіп тастадым. Знакомство енді өздеріңіз білесіздер, мен де пока заблокировать еткен жоқпын. Быстрое обогащение заблокировать етіп тастадым, себебі кейбір кездерде өтірік курстарда шығып жатады деген сияқты ғой. Мына и дегенді басатын болсаңыз, үстіне апаратын болсаңыз, толық ақпаратымен жазылып тұр. Реклама, предлагающая пользователям получить деньги или бесплатный товар, узнать секрет прибыли бизнеса. Енді бұл жерде бизнес туралы да болуы мүмкін, бірақ кей кезде қымбат тұратын, пайдасы жоқ курстарда болып қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Мен әзірге заблокировать етіп қойдым. Енді бұны ашып қойсам да болады, бірақ ішінде неше түрлісі кетіп қалуы мүмкін да. Қазір мен сіздерге мына общий категорияны көрсетемін. Бұл жерде мен жетеуін заблокировать еткен екенмін. Общий категория. Бұның барлығын мен қазір өзімнің қалауым бойынша өшірген рекламаларды көрсетіп жатырмын сіздерге. Ары қарай осы жерге кіріп, өзіңіздің YouTube каналыңызда өзіңіз білесіз қандай рекламаларды өшіру керектігін. Бірақ барынша жаңа айтқандарды өшіруге кеңес беремін. Және де сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, әр YouTube каналда осылай жасап отырамыз ба деген сияқты. Әрбір YouTube каналда өзінің өшіретін осы функциясы қосылған. Яғни сіз бір каналды өшірсеңіз, ол екінші каналға әсер ете алмайды. Бұрын ол Google AdSense-тің ішінде еді. Google AdSense-тің ішінде болғандықтан ол бүкіл каналға әсер ететін еді. Себебі ақшаның барлығы сол Google AdSense-ге түседі. Ал қазір оны YouTube каналға көшіргеннен кейін әрбір YouTube каналда жасау керек болады. Жаңадан монетизация қосасыз ғой. Монетизация қосқаннан кейін дереу осыларды жасап тастауға кеңес беремін. Общий категория кірдік. Сосын ең астынан бастай берейік. Хобби, игры. Мынаны басасыз. Төмен қарай стрелканы. Мына жерде азартный игры тағы басып жіберейік. Азартный игрыды толық заблокировать етіп тастадым. Антиквариат, предмет коллекционирования. Бұл басқасы ма? Так, заблокировать етіп тастайық. Бұл күмәнді болып тұр.
декоративный прикладное искусство, дикие домашние животные, игры, игрушки. Игры дегенде де қарау керек. Игровой автоматы. Бұл яғни ойын автоматтар шығар. Бұл видео ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Енді соңына дейін көрмей, өздеріңіз YouTube каналдарыңызда осы кезден бастап қарай берсеңіз болады. Мен қазір соңына дейін бір өтіп шығайын. Сіздерге де бір көрсетіп шығайын. Мүмкін осы видеоны көріп болғаннан кейін сіз осындай да жарнама бар екен ғой деп, яғни ой түйіндеуіңіз мүмкін. Так, корма. Лекарственные средства для защиты плохощей, разведения домашних животных, игрушки в виде известных персонажей. Осында заблокировать еткен дұрыс, себебі белгілі бір тұлғалардың игрушкаларын жасап, оларды заңсыз сатып жатқандар да шығып қалуы мүмкін. Ол Қазақстанда жоқ қой бұндай жарнамалар деуіңіз мүмкін. Енді сіз американский YouTube деп шетелге арналған ағылшын тілді немесе испанша, орысша жүргізетін болсаңыз, басқа елдерде өздерінің рекламалары шығатын болады. Сол кезде сондай жарнамалар шығуы мүмкін. Сіз көрмеген жарнама, значит, ол YouTube-та жоқ деген нәрсе емес. Ол басқа, мысалы, Америкада сондай басқа бір жарнамалар шығуы мүмкін. Сондықтан да күмәнді болып тұрған жарнамаларды өшіруге кеңес беремін. Куклы, игры, одевание, костюм, развивающие игрушки, игры, видеоигры, консоли, компьютерные видеоигры, детские игры, карточные игры. Карта енді болмайды. Кроссворды, настольные, онлайн игры, ролевые игры, стратегические игры. Мінекей мынаны, так, бұның барлығы біз хобби игры осының ішінде жүрміз әлі, ең соңындағы. Ашатын болсаңыз көрдіңіздер ғой. Біраз нәрсе бар. Азартные заблокировать еттік. Біз на игры, игрушки келдік, сосын соңғы жағын көрейін. Так, игрушки қарадық. Игры көрдік. Енді кулинария көштік. На кулинария, кулинарные рецепты. Призы, лотерея, промо-акция көрдіңіз ғой. И розыгрыши призов. Лотерея деген ол да бір құмар ойынның бастамасы ғой бұл да. Лотерея ойнатып жатады ғой, жаңағы 1000 теңге билет ал, мынандай деген сияқты. Бұнда заблокировать, өйткені призы и конкурсының ішінде тұр. Садоводство, енді садоводствода ондай қоғамға зиян беретін ондай не жоқ шығар. Реклама, альпинизм, фото и видео, цифровой фотоаппараты. Бұның барлығы тұра береді. Так, мінекей болдық. Хобби игры деген. Енді финансыға көшеміз. Финансы, міне банковские услуги дегенді, интернет-банкинг, карантинные банковские карты. Енді бұлар банк картасы енді барлығында болады ғой. Ақша жібереміз деген сияқты. Сосын астында бухгалтерский учет. Займы на образование. Гранты, стипендии, финансовая помощь. Так, енді бұл тұра берген дұрыс сияқты. Деловые СМИ. Инвестиции. Брокерские дела внутренние. Енді брокерство деген, яғни акция сату алу деген сияқты. Оның ішінде күмәндісі де бар, күмәнді емесі де бар. Яғни бұл жерде қалдыра берсем болатын сияқты. Өйткені жаңағы айналысуға болатын акцияларда бар дегенді көрінді. Так, пенсионные взносы. Енді бұл атайтып тұр. Финансовые ценные бумаги, акции, кредиты, займы. Мінекей осыны полный заблокировать ете салдым үстінен прямо. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Страхование, енді бұлар маңызды рекламалар. Услуги денежных переводов, финансовые планирование, хобби, болды. Мына екіншісі финансы біттім. Артынан санағанда үшіншісі утилиты для мобильных устройств. Блокировать экраны приложений для мобильных устройств. Енді бұлар телефонға арналған приложениялар ғой. Подключение приложения. Транспортные средства. Автотранспортные средства. Автомобили. Жилые автопризы. Дома на колесах, мотоциклы. Енді бұлар транспорт көліктер. Торжества и подарки. Бір осылай өтіп шықсақта болатын сияқты бұлар. Спорт и фитнес. Одежда, аксессуары. Бұл енді спорт и фитнес деген денсаулыққа пайдалы нәрсе. Семья общества, мінекей, вера, религия, полный бәрін өшіре салдым. Өйткені ислам деп қоғанның өзінде де күмәнді рекламалар шығып кетуі мүмкін. Құдай сақтасын, қазір неше түрлі реклама шығаруды оп-оңай болып кетті ғой қазіргі кезде. Сол үшін полный мына религия дегенді заблокировать етіп тастадым. Сосын астрологияны қосып жіберген осы жерге.
Так, любовь, отношения. Мынандай да реклама. Енді бұны заблокировать етіп тастайын ба деп ойлап тұрмын. Рождение, воспитание ребенка, енді бұл керек. Социальной проблемой. Енді бұл социалды проблемалар дейді. Тұра берсін, ресторан, ночной клубы. Міне осы жақын арада білдім, мына рестораны дегенді көріп қалып, и ночной клубы дегенді кейін байқадым да. Мен ночной клубы, бар и музыкальный клубы. Заблокировать. Осы нәрсені басқа каналда өшірген болатым, жақында мына каналға кірмегелі біраз болып қалды. Бұл каналға январь айында, яғни соңғы рет қаңтар айында видео салған екенмін. Содан бері 10 айдай болып кетіпті. Бұл каналға да видео салып тұру керек еді. Путеводитель по клубным барам. Ресторан. Так, мен общий заблокировать тастаппын ғой. Бұл жерде ночные клубы, сосын путеводитель по клубам. Ресторан, пиццерия, доставка, ресторан, ресторан енді нормально. Барлығы нормально деп айта алмаймын, бірақ ол жақтан менюді алдыңызға алып келеді. Өзіңіз білесіз деген сияқты, қандай тамақ жеу керектігін. Так, вакансии, образование, профессиональная подготовка, изучение языков. Енді бұл жерде образование тұрабесе болады. Путешествие, туризммен кірмей жатып, полный барлығын ашық тұра берсе болатын сияқты. Өйткені тур туралы рекламалар шыға берсін деген сияқты. Так, продовольственные товары, еда и напитки, табачные изделия. Мінеке осыны заблокировать етуге кеңес беремін. Бұл да адамның денсаулығына, мен айтпасам да білетін шығарсыздар, адам денсаулығына зиян беретін темекі өнімдер. Так, алкоголь напитки, мынаны ашқаным жақсы болыпты. Мінеке вино, пиво, спиртные напитки. Мінеке байқасаңыздар, күмәнді рекламалар көп екен. Энергетики напитки, безалкогольные напитки, еданың ішін қарап көрейік. Мясо, птица. Так, продовольственные товары. Вообще бәрі кіріп кетеді ғой, өшірдік. Одежда и обувь. Так, осы одежда и обувь деген бөлімге алдында осы деликатный категориядан осы жерге біреуін көшірген болатын. Оның бірі қазір көрсетем, ішкі киім, яғни женские сумки, так, обувь, одежда, детская, мына купальники, плавки. Міне осыны заблокировать ету керек. Мужская одежда, нижнее белье, осыны. Осы екеуін осы жерге көшірген еді. Алдында деликатный категорияда шығып тұратын еді. Рубашки, ювелирный изделия, енді түсінікті. Так, новости, книги, публикации, книги, литература, справочные материалы. Тұрабесе болады. Недвижимость, енді бұл енді түсінікті. Созжимайтын мүлік. Косметический уход, антивирусный, гигиена туалетная, уход за волосами, уход за полостью рта. Енді бұл адамның гигиенасына байланысты, не дейміз, жағатын сұйықтықтар дейміз, бытовая электроника. Бұлар енді компьютер, электроника керекті дүние ғой қазір кезде. Так, одан кейін искусство и развлечения, индустрия развлечений, кинофильмы, продажа, обмен билетов, онлайн-воспроизведение, эксцентричный контент, новости, развлекательные мероприятия, новости, знаменитые развлечения. Өше салғым келіп тұр, себебі кей кезде дұрыс емес ақпараттарда жіберіп жатады. Яғни оны рекламаға салама білмедім, бірақ танымал тұлғалар туралы дұрыс емес ақпараттарды қолданып, сонымен ары қарай өзінің рекламасында салу мүмкін. Сол үшін өше салдым. Так, одан кейін телевидение, видео, фэнтези, спорт, юмор, шутки, мультфильмы. Осы мен болып қаларында да. Так, одан кейін бірнеше оқыған екен. Интернет, телекоммуникация, бұлар түсінікті. Тарифные планы, телефония, здоровье, аптека. Енді денсаулық, бұл жақта реклама
өшірмесе де болатын сияқты, өйткені қандай раздел болса да, яғни қандай бөлім болса да, бұл денсаулыққа пайдалы рекламалар болуы мүмкін. Дом и сад, безопасность, охрана, декор, мебель для дома, хозяйственные товары, государственное право, вооруженные силы, услуги для населения, юридические вопросы, адвокатские конторы. Енді бұлар үкіметтің рекламалары шығуы мүмкін деген сияқты. Кейбіреулері көру керек рекламалар бар ғой. Так, дизайн, проектирование, индустрия, общественное питание, оборудование, услуги, огнестрельное оружие. Бұны заблокировать етіп тастайық. Мә, мынандай да бар ма? Заблокировать етіп тастайық. Ондай жарнама шықпай қойсын. Так, промышленные товары, заводское устройство, эксплуатация зданий, энергетика, нефтегаз. Мінекей болдық, осымен 52 бөлімді заблокировать еткен екенмін 509-дың. Демек, примерно 500 категориядағы рекламадан менің каналыма қоя алады YouTube. Осы рекламаларды өшірген кезде өшірместен бұрында табыс азаймады, азаймады деп болған табысы бірдей болды. Яғни рекламаларды өшірместен бұрын қандай болды, өшіргеннен кейін қандай болды, дәл жаңа RPM көрсеткіші барлығында бірдей көрсетіп тұрды. Енді кейбір жарнамаларды кейін өшірген едім, кейін біліп тұрып, жаңағы разделдарда ішінде жасырынып тұрған бөлімдер көп қой. Сол бөлімдерді ашып қолмен өшіргеніңіз дұрыс болады. Бағана айтқандай, қоғамдық, яғни қоғамға, басқа адамдарға зиян беретін рекламаларды өшіріп тастағандарыңыз дұрыс болады. Осы видео сіздерге пайдалы болса, видеоға міндетті түрде лайк басуды ұмытпаймыз. Ары қарай ютубер достарыңызға да жіберіңіздер, оларға да пайдалы болып қалады деген үміттемін, және пайдалы болатынына сенемін. Себебі бұл барлық ютуберлер бұны білу керек. Себебі оған қалай ақша келіп отыр, оған да бір мән беріп қойғаны дұрыс болады. Барлықтарыңызға сәттілік, бұйырса келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.